компьютерлік бағдарлама нөлдер мен бірліктер тізбегінің көрінісі ретінде мыңдаған парақтарды алып көрсетеді. Мұндай форманың да жарамсыз болып қалмасы бар ма? Тек сондай кодты қолданатын компьютер ғана нөлдер мен бірліктерден тұратын бағдарламаның хабарламасын оқи алады. Содан соң, бағдарлама көптеген күрделі әрекеттерді орындап, оқу, теру, суреттерді ашу, есептеу, дыбысты тыңдау барысында қолданылуы мүмкін. Біз генотипке жазылған генетикалық код пен адам фенотипіндегі кейбір белгілердің көріністері арасындағы айырмашылықты талдау үшін компьютердің аналогын қолдана аламыз. Ағза құрылысы мен қызметін кодтаушы бағдарлама ағза ДНК-дағы нуклеотидтердің тізбегі ретінде жазылады. Транскрипция үдерісі барысында ол РНК полимераза ферментінің көмегімен мРНК-дағы нуклеотидтер тізбегі ретінде көшіріледі. мРНК молекулаларында транскрипцияланған ақпараттың және ТРНК-да болатын антикодондардың негізінде нәруыз молекулалары синтезделеді. Бұл молекулалар бір-біріне және ағзадан бөлінетін басқа да заттарға әсер етіп, ең соңында жасуша ішілік құрылымдарға, ішкі ағзаның жасушаларына, ұлпалар, мүшелер және жүйелердің ішіне де енеді. Осы жағдайда генотип болып табылатын бағдарламаның іске асуы фенотип болып келеді. Бұл бір қатар өзгерістер арқылы модификацияланады. Соңғы фенотип алу үшін ағзадағы нәруыздардан және қоршаған орта факторларымен әсер етуден пайда болған белгілер арқылы іске асырылады. Табиғатта жеке ағзада өзінің өмір сүру уақытында болатын өзгерістерді ДНК тізбегіне жазуға мүмкіндік беретін ешқандай механизм жоқ екенін есте сақтауымыз керек. Сондықтан да мұндай өзгерістер алдағы ұрпаққа тұқым қуалау арқылы берілуі мүмкін емес. Фенотиптік белгілі генотипке жазылған ақпарат негізінде қалыптасады. Бұл тек бір формада кездесетін бір ғана жеке генде. Бірі доминантты, екіншісі рецессивті болатын екі аллелі бар бір генде доминанттылықтың күрделі байланысына ие көптеген аллельдері бар бір генде, аллельдері бар гендердің аз мөлшерінде немесе аллельдері бар гендердің көп мөлшерінде сақталуы мүмкін. Ең қарапайым жағдайда фенотиптегі белгі бар болып және жоқ болып немесе екі формаға ие болуы мүмкін. Көптеген күрделі жағдайларда фенотиптік белгілер бұл формалардың ешбірін қабылдамайды. Оның орнына ол қатты өзгеріп, әрбір дарақ бір-бірінен аз ғана ерекшеленеді. Қала берсе, оның формасы өзге де фенотиптік белгілердің көрінуі мен пайда болуына байланысты болып келеді. Жебе жапырақтарының пішіні терең сулы ортаға бейімделуі болып табылады. Оның салбыраған ұзын жапырақтары судың қозғалысына аздаған кедергі келтіреді. Тірі ағза фенотипі оның гендерінің комбинациялануы мен өзі тіршілік ететін ортаның әсері арқылы анықталады. Осылайша, даралар өз генотиптерін өзгертпестен әртүрлі фенотип шығара алады. Мысалы, шатырлы сар шатырдың екі түрлі экотипі Швецияның батыс жағалауында кездеседі. Бір экотипі бұл жапырақтары үлкен, гүлденген гүл шоғырлары бар, теңіз жартастарында өсетін бұтақты өсімдік. Екінші экотипі жіңішке жапырақты, кішкентай гүл шоғырлары бар, құм төбелерде өсетін жатаған өсімдік. Сонымен, дарақтың фенотипі тек генотипімен ғана емес, өзі тіршілік ететін ортасымен де анықталады.